Армысыздар ардақтағы ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, қымбатты көрермендер, бүгін біз үшін ерекше күн, ерекше түсірілім. Өйткені әлдеқашан сонау замандастың өзінде қалың көрерменнің жүрегінен терең орын алып үлгерген ақын, Өзбекстан жазушылар одағының мүшесі, тележурналист білікті біздің Анар апайымыздың туған күні. Анар апай, туған күніңіз құтты болсын. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызда Анар апайдың өмірі мен өнері, шығармашылығымен жеткен жетістігіне арнаймыз. Бүгін көңіл күйіңіз қандай? Сіз үшін ерекше күн ғой өміріңізде? Рахмет. Әрине, бүгінгі көңіл күйім өте жоғары. 19 жасында осы жерге диктор болып келген болсам, ол уақытта жанды эфир болатын еді замандаста. Міне қазір осы қара шаңырақта бірінші, екінші, үшінші студия тұр. Сол бірінші, екінші студияда менің ұстаздарымның іздері жатыр. Анар апай, мынау киелі шаңырақта кезінде осы Өзбекстанда тіршілік ететін алыс шалғайдағы аумақтардан, мынау Қарақалпақстанның, Бұхара, Науайының шеткі шөлейт аумақтарынан өнер иелері, еңбек майталмандары келіп интервью берген. Сіз сол күндердің, сол оқиғалардың куәсі болғасыз. Сол естеліктері жайлы айтып өтсеңіз. Сол Бұхара, мынау киелі жер, Самарқаннан да жаңа Каттақорған деген жерден қазақ бауырларымыз жасайды оған. Мырза шөлден, Қарақалпақстанның жерлерден келіп, осы жерде жанды эфир ұзатылатын еді. Ол жерден ақын жазушыларымыз келетін еді. Түркістан, Жетісай, Қазықұрт толығымен көретін еді сол замандас бағдарламасını. Қымбатты көрермендер, қазақ телебағдарламасын өмірінің мәні мен мазмұны деп білген Анар апайдың өскен ортасы, ол туылған ауыл, ол оқыған мектеп сіз үшін де өте қызық болса керек деп ойлаймыз. Сондықтан әңгімемізді жол жөнекей Ташкент облысының Төмен Шыршық ауданындағы Анар апай өніп өскен сол Жұмағұл ауылында жалғастырсақ. Ендеше біз кеттік, бізбен бірге болыңыздар. Топырағы киелі, талай таланттарды түлеткен Төменгі Шыршық. Біздің бет алған бағытымыз да сол. Болашақтың бағбаны Жұмағұл ауылы. Кейіпкеріміздің өскен ортасы, қанат қағып көкке қалықтауына өзіндік ықпалын тигізген қасиетті мекен. Мектеп, алтын қазық, арналы бұлақ. Әрбір жанның өмірінде ерекше орын алған балғында бал дәуреннің бірден бір куәсі. Анар Нәлібаева туған топыраққа табан тірегенде осы ордаға бір соғып кетуді міндеті деп біледі. Өйткені бұл ғимараттың әрбір кірпіші оның жадына тәтті естеліктерді сала береді. Бұл жолы да кейіпкеріміз әдеттен ауытқымады. 1973 жылы нөмір 12-ші Сакен Сайфуллин атындағы мектепке бірінші сыныпқа бардық. Сонда біз бірінші сыныпта бір 33-34 ұл-қыздар едік, балдар едік та. Содан сол мектепке барған кезде, бірінші класста оқып жүрген кезде, Анар досымыздың сол өмірге деген көз қарасы бәрі басқаша. Анар досымыз өзінің орнын сол кезде сездірген ау деп ойлаймын өзім. Сол кезде мектепте оқып жүріп, сабақтарда үздік. Қайсы пәнге болса, сол бірінші қол көтеріп шығар еді. Мен жауап берем деп жауабын берер еді. Білімнің арқасында жұрт танитын, ел танитын осындай кәсіп иесі болып отыр, маман иесі болып отыр. Бәрі сол кезде басталған. Бірінші ол үйден, отаннан, жаңағы жанұядан, әке-шешенің берген тәрбиесі дейміз оны. Кейін мынау ұстаздардан алған тәрбие деп өзімде сол білімге деген ықылас болған екен, осы дәрежеге жетіп отыр деп ойлаймын мен. Мектепте 17 жасында-ақ музыка пәнінің мұғалімі болып жұмыс бастаған Анар Сабитқызы білім беру жүйесінде жаңа бетбұрыс жасады. Қадап айтсақ, оқушылардың жүрегіне отансүйгіштік, еңбек сүйгіштік пен адамилық қасиеттерін өнер арқылы дарыта алды. Нәлібаевтардың отбасы жайлы айтып берсеңіз. Өте зиялы, өрнекті семьялардың бірі десем болады. Өнерлі семьялар, семьясында 7 бала болса, бәрі де өнерлі балдар. Ағайымыздың өз өнерлі кісі болған, осы мектептен шыққан қызымыз. Өте жақсы оқыған қыз, өзінің білімімен, өнерімен, тәрбиесімен жетілген қыздардың бірі деп есептеймін. Бұлардың отбасындағы бір тәрбиенің ерекшелігі қалай болды? Ерекшелігі сол ақындығы бар семьялар. Бұлай айтқанда, өзіміз қарапайым сөзде дарығанда бұл кісілерге. Әке-шешесінен балдарына дарыған. Оған жетекші әкесі болған. Дамытып отырғандар. Дамытып отырған, ілім беріп, білім беріп, тәрбие беріп, осындай дәрежеге жеткені
мен ойлаймын әкесі мен шешесінің арқасы. Осы мектепті бітіргеннен кейін бірінші ұстаздық жұмысын осы мектептен бастаған. Өзімізбен бірге істеткен. Онша білмегенін үйретіп, әйтеуір не қылып, өзіміз қатарымызда не жыл істеді білмеймін, 1-2 жыл жұмысты үш жерден бастаған қыз. Бақ жарату адамилық қасиет қана емес, болашаққа үлгі болар үміт берер игі істе. Анар апай өзі білім алған мектепте ұл қызымен немерелерімен бірге арнайы келіп, алып үстіп, анар ағашын отырғызып, арнайы бақ жаратты. Нәлібаевтар әулеті Өзбекстандағы аға буын мен зиялы қауымға ғана емес, телеарнаның қалың көрерменіне жақыннан таныс өнерлі орта. Кейіпкерімізде сол әулеттің абыройын асқақтатып жүрген қажырлы қыз. Нәлібаевтар мерейтой қарсаңында киелі қара шаңырақта ағайын туыспен бас қосып, жастық шақты еске алды. Балалық шақ өткен бүгін қара шаңырақтамыз. Бұл шаңырақта біздің ең тәтті, ең бақытты сәттеріміз өткен. Осы шаңырақта жалпы ауылдағы қыздар сияқты сиыр сауып, тандырда нан жауып, айран құрт жасап, таң атпастан көбі пісіп, осы жерде еңбекке піскен шаңырақ. Бұл қара шаңырақ әрқашанда бізге ыстық. Өйткені сол ең бақытты сәттер, әке шешесінің бауырында, бауырларымен бірге өткізген күндер деп ойлаймын. Дегенмен сол балалық кезіңде түсіне бермейді екенсің, ал бірақ уақыт өте, мынау жас келе сол ауылды сағынасың, қара шаңырақты сағынасың. Бүгінде мен осы ұл қыздарым, немерелерім, бауырларыммен бірге осы қара шаңыраққа келіп, әке шешемнің жатқан іздеріне қарап, балалық шақтарымызды еске алып, бұл қара шаңырақта қаншама қонақтар күтілді. Ол қонақтардың бәрі, енді бәріміз де біз өнер саласында әке жолын қудық қой. Сондықтан келген қонақтар кеткісі келмейтін еді. Бір жерге қонаққа барсаң, ертелеу қайтуға асығасың ғой. Бірақ біздің шаңыраққа келген қай қонақ болмасын, сол ән тыңдап, би билеп, біздің Сәбит ағай жаңа Әділ көке, Қарлыбай көке шәкірттерін келетін жаңағы баянда музыкаменен, мына есіктен қақпаға дейін музыкамен шығарып салатын еді. Өйткені мен ойлаймын, біздер сол әке шешеміз қалағандай жасадық. Солар сызған жолмен жүрдік. Солай әкеміздің жолын, өнерін әрі қарай жалғастырып, бүгінгі күнде өмірде өз жолымызды тауып, алшақтап, әрбір қадамымызды басып жүрген бақытты күндеріміз сол әкеміздің жақсы аты жалғастырып келе жатыр деп ойлаймын. Адам ұрпағымен мәңгі, бүгін ұл мен қыздан өрбеген немерелердің құшағында шалқып тасып өмір сүріп жүрген кейіпкеріміздің әлі де арманы асқақ, көздегені көкжиек. Телерадио компанияда алдын диктор болып қызмет бастаған болсам, кейіннен журналистика саласында дидар бағдарламасын жүргізіп, сондай мүмкіндік берді, сондай бір бақытты сәт берді. Бір емес 4 президенттің қолын алып, интервью алған күнімді осы күнге дейін естен шығармаймын. Ол ең үлкен қуанышты. Оны әрине әкем көрмеді, бірақ анашым соны көгілдір экраннан көрген кезінде орнынан тұрып кетіп, жылап, Сәбит, көрдің бақ, анар қызыңды ана президенттердің қолын алып жатыр деп сол қуанышты бөліскен күндер болды. Мене қаншама жетістіктерге қол жеткіздім. Өзбекстан жазушылар одағына мүше болдым. Қаншама төс белгілерменен марапатталып жатыр. Мұның бәрі сол әкемнің ақ батасы, әкемнің сыйлығы деп ойлаймын. Өйткені осы маманды әкем таңдады. Менің диктор болуымды әкем қалады. Соны мақтаныш етіп отыратын еді. Сәбит ағай дидарды күтіп отыратын еді, замандасты күтіп отыратын еді. Замандастың ең соңында осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Программа редакторы Сүлеймен Бұқарбаев деп операторларды таныстырып, программаны жүргізген Анар Нәлібаева деп аяқтайтын едім. Сол ең соңғы сол Анар Нәлібаева деген жерін көріп, рухтанатын еді, мақтаныш ететін еді әкем. Содан күш алатын еді, қуат алатын еді.
Қызды қыдыр сыйлаған кейіпкерімізге арнап ұйымдастырылған кеш осылай аталды. Ауыл абыройын ғана емес, Өзбекстандағы қазақтардың ұлттық құндылығын құрметтеп, дәріптей алған бүгін 60-та алқымдаған ақын жайлы қанша айтсақ та аз. Шараға қатысқан жергілікті және ата жұрттан арнайы келген қонақтар кейіпкерімізге деген жүрек жарды тілектерін арнап, сый сияпаттарын беріп жатты. Бүгін мектебімізде үлкен мереке, өйткені 8-ші Наурыз халықаралық әйел қыздар мерекесі. Соған орай Анар әпкеміз Нәлібаеваның 60 жылдық мерейтойын тойлап отырмыз. Ол заңды да, өйткені Анар апай осы мектепте оқыды, осы мектепте ұстаздық қызмет атқарды. Сонымен қоса Дидат теле бағдарламасында қазіргі талай жылдан бері еңбек етіп келуде. Ол кісінің 60 жылдығын тойлау біз үшін үлкен мәртебе, үлкен мерей. Өйткені біздің оқушыларымыздың қазір көпшілігі кез келгені теледидардан көрген кезде осылар сынды журналист болсақ деп армандайды. Әлбетте үлгі болар жақсы істері, мысалы сол жазушылар одағының мүшесі кітап жазды, 2 кітап, 3-ші кітабы Құдай қаласа ертең жарық көрейін деп тұр. Міне соларды көрген біздің балдарымызда осы Анар Нәлібаевадай болсақ екен, Анар Сәбит қызындай болсақ екен деген өздерінде бір арман туындайды, алдарына мақсат қояды. Құдай қаласа сенеміз, келешекте жас жігіт қыздарымыз Анар әпкесінің жолымен жүріп осы ауылдың жаңағы даңқын, осы мектептің даңқын әлем деңгейінде немесе республика деңгейінде шығарып, сүйікті отанымыз Өзбекстан үшін қызмет қылады деп ойлаймыз біз. Баршаңыз көрдіңіздер, осы Анар әпкеміздің құрметіне деп, Анар әпкеміздің жаңағы сол осынша жылдық еткен еңбегін бағалап жан-жақтан қонақтар келуде. Шарамыздың мазмұнды өтуіне әрбір осы ауылдың азаматы немесе мектеп мұғалімдері, оқушылары барлығы өзінің үлесін қосуда. Ол да болса Анар әпкемізге деген құрмет, немесе осы шараға деген құрмет деп білеміз. Кездесуде мектеп оқушылары арасында Анар жырларының жүйрігі атты жыр бәйгесі де ұйымдастырылды. Анар Нәлібаеваның өлеңдерін оқу арқылы сынға түскен 300 оқушының арасынан 10-ға жуық өнерлі дегендері іріктелді. Ақтық сайыс сол күні өтті. Қазылар алқасының шешімімен лайықты деген оқушыларға бас жүлде мен белгіленген орындар берілді. Бойымдағы өнерімді паш етіп, бас жүлденің иегері атандым. Әділдікті биік тоқып көтерген алғыс айтам Әділқазы Барри. Сыналаңда сыналдық біз бәріміз. Сын бар жерде мін әрине болады. Мінімізді түзетеміз әлі біз. Алғысымды қабыл алың бәріңіз. Анар Нәлібаева өлеңінде қатнасып, махаббат па не өзі өлеңіменен бас жүлдені иеледім. Анар әпшенің көптеген өзінің кітаптары және өзіне тән өте мейірімділігі, бетіндегі қуаныштылығы көрініп тұрады. Өйткені ол өзі ана, мейірімді жан болып есептелінеді. Көбіншілікті ол жерлердегі Анар әпшеміз өте анандай. Оның көптеген өлеңдері бар. Махаббат па не өзі, қосақын және ақталған арман, мен оқуға түскен күн, сағыныш және басқа да басқа. Ол қоры қыз бола құр ақын бола қоймай, ол өзіне ана, мейірімді жан болып есептелінеді. Тележурналист, ақын, әнші Анардың қайталанбас қабілеті қаншама, үлгі алар қыры көп. Кейіпкерімізге арналған кеш бостан-босқа туған топырағында басталмады. Өйткені өскелең ұрпақ оған қарап бой түзейтіні айдан анық. Міне бүгінгі шара өте жоғары деңгейде өтті. Біздер үлкеннен үлкен рахмет айтамыз осы мектептің директоріне. Біздің атамыз жұмыс істеген директор болған, анамыз жұмыс істеген, тағаларымыз, әпкелеріміз жұмыс істеген. Бұл мектеп өте ыстық. Біздердің кішкентай кезімізде әліге дейін анамыз жұмыс жасап жүр. Сол жұмыстың жемісін көрдік бүгін. Сонша уақыты босқа кетпеген екен. Шара барысында елімізге танымал өнерпаздар ән шырқап, айтыскер ақындар кейіпкерімізге арнаулар айтты. Міне бүгін 60-тың алқымына шығып отырған екем. Осы мерейтоймен құттықтап, әріптестерім, жерлестерім, көрермендерім бәрі де құттықтап өздерінің ақжарма тілектерін, жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Осы журналистика саласында жұмыс істеп, бүгінгі күнде осындай жетістіктерге жетіп отырғаннан өте қуаныштымын, бақыттымын. Мен әріптестеріме, көрермендеріме үлкен рахмет. Әрбіріңіздің отбасыңызға, шаттығы шалқан шаңырақтарыңызға қуаныш пен бақыт, құт береке, бақ дәулет тілеймін. Аман болыңыздар.
Ағайын, сіздер бір ғұмырдың тамандылықпен, тәуекелдің, қажыр мен қайраттың, тиянақтылық пен жауапкершіліктің нәтижесінде қол жеткен жетістіктердің куәсі болдыңыздар. Жалпы Анар Нәлібаева жайлы айтылар әңгіме аз емес. Айтылу да, айтылып та жатар. Бұл уақыт еншісіндегі игі іс әрине. Сөз соңында кейіпкерімізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тілей отыра, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған балалық құштарым өзіңе арналған. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағын мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілімді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілімді көктемде көзіңнен танимын. Қарсалушы азаматтар бірінші жолхан номері 351. Өскеменнен Алматыға қатынайтын жолаушылар пойызы келеді. Өтуге борышым, анашым жан сырым, іздедім сен үшін әлемнің асылын, әлемнің байлығын. Сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күні, қолыма түспеді. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілімді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілімді көктемде көзіңнен танимын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Егір қанағат әзірге берерім, балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар, өзіңе арнаған әнімді қосып. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де
жел